Бәріңізге сәлем. Бүгінгі видео балалармен ағылшын тілінде көңіл күйді үйрену туралы. Алдымен ағылшынша балалармен эмоцияларды үйрену үшін түрлі эмоцияларды білдіретін сурет салып аласыз, немесе сондай суреттер тауып аласыз. Кейін соларды ағылшын тілінде көрсетіп, балаға үйретуге болады. Алдымен түрлі көңіл күйлердің атаулары ағылшын тілінде қалай болады? Мысалдар: happy – бақытты, angry – ашулы, embarrassed – ұялған, frightened – қорыққан, silly – ақымақ, sad – көңілсіз, sleepy – ұйқысы келген, tired – шаршаған. Енді бұл сөздерді ағылшынша қалай сұрауға болады? Мысалдар: what emotion is this? Мынау қандай эмоция? Немесе how does he look? Егер ол бала болса мысалға, да? Немесе he looks happy. Ол бақытты, да, мысалға. Әрі қарай былай да сұрауға болады: does he look happy? Ол бақытты көріне ме? Бала yes he does. Немесе no he doesn't деп жауап береді. Yes he does ол я, келісу. Ал no he doesn't болса ол жоқ деп келіспеу. Ал егер ол қыз бала болса суреттегі, онда does she look happy деп сұрауға болады. Ол бақытты көріне ме деген сияқты. Осылай сұрақ қою арқылы, жаңа карточкаларды көрсету арқылы балаңызға түрлі эмоцияларды үйрете аласыз.